сізден? Сізден бастайық. Қалайсыз? Кәрім. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы ғой, как раз. Сіз күшті демалыста ашылып келген сияқтысыз. Иә, мен осы сезонда сөйлеймін деген шешімге келдім. Мәссаған. Ертең тұрмысқа шықпаймын деп жүрмеңіз. Мен қалам қатысушы боламын. Абайдаңыз. Ол жағы жоқ. Ол жақтан енді точно үйренемін. Бірақ енді пікір айтамын деп точно. Қандай жаңалығыңыз бар? Болмайды, айтпаймын оны пока. Мәссаған. Сіз тұрмысқа шыққаннан кейін осы жұмыс істейсіз ба? Иә, әрине. Әлшер айтып жатыр. Қандай бизнеспен айналысқың келеді, просто айт дейді. Мен просто ақша беремін дейді, сен соны істе дейді. Бизнес ашатын ойыңыз бар. Әрине. Бизнесмен боламыз одан, иә. Бір жылда айтамыз, қатты байып кеткіміз келіп жатыр. Солай екен. Не айтып жатыр едім? Ал қалайсыз, Әлшер? Көңіл күйіңіз қалай? Қарай беріңдер, өздерің қалайсыздар? Неге салмақты сондай болып қалғансыз, әлде қалай? Маған солай. Мен үйленгеннен кейін сондай серьезно болып қалған. Костюм шалбар киіп па? Сосын мен сұрақ қойын деген ғой. Болашақта Аягөз, енді сіз тойға неге алып барасыз ғой? Сөйтіп қасыңызда ертіп жүресіз бе? Тойға ма? Иә. Бармай ма? Білмеймін енді, кейде көріп қалам. Не план болыпты негізі. Жақсы бір не болса администратор болады. Соны сұрайын деген ғой. ғой. Жауап беріп отырады, ақша. Бірақ ол кісі жаңа бизнес леди болам деді енді. Әйеліңіз болса омен болам деді. Ақшасын беремін, өзі жасай береді ғой. Администратор болмайтын сияқты. Көреміз енді, администратор болатындай мен адам болып кетсем. Бір пландар бар енді. Солай екен. Нөтір эфирді көріңіздер. Біздің студияда кеше байқаған болсаңыздар Индира бар. Индираны енді танисыздар деп ойлаймыз. Қалайсыз? Бәріне сәлем. Көңіл күйіңіз қалай? Күшті. Вообще замечательно деп айтсам. Кеше сізге жаман жазды ма не? Сөйтіп салыпсыз. Жаман жазғандар да бар екен. Жақсы жазғандар да бар. Бірақ көбісі қолдап жатыр. Көбісі қолдап жатыр, сол үшін барлықтарына көп рахмет. Қолдауларына көп рахмет. Иә, осы жолы тұрмысқа шығам деп келіп тұр енді Индира. Сол үшін эфирді көріңіздер, эфирде талаптарын еститін боласыздар. Жігіттердің құлағына алтын сырға. Солай. Жеке фотограф жалдап алдыңыз ба? Просто мына жерде басқа ешкімді танымаймын да мен. Басқа ешкімді танымаймын. Басқа ешкімді танымаймын, Әлшер. Жайға түсіріп көрші десем түсірмейді ғой. Түсіре алмайды да ше. Осы кісі үйреніп қалған адам, бұл кісі СММ болып жұмыс істейді ғой ше. Басқа не жаңалық өздеріңізде? Білмеймін, жаңалықтың бәрі сізде сияқты. Бұйыртса деп интрига қыла берсең. Қазір фотоға түсіп алайыншы қазір. Ойбай, ұмытып кете беремін, маусым крашы болайын деп жүрген екен ғой. Ризаттың көңіл күйі қалай екен? Жақсы, рахмет. Кеше өзіңіздің шыққаныңызды көрдіңіз ба? Көрдім. Ұнады ма? Ұнады біраз. Қазақшам жоқ. Иә, енді біз Перизатқа бәріміз қазақша үйрететін боламыз, бұйырса алдағы уақытта, иә? Қазақша сөйлеймін. Біз мүмкін қырғызша үйренеміз, иә? Мен қазақша үйренемін. Иә. Көңіл күйіңіз бәрі жақсы ма? Көңіл күйі жақсы. Ұнап жатыр ма жалпы біздің студия? Ұнап жатыр. Естігенсіз ба біздің студия туралы? Можно? Орысша айтыңыз или? Да, можно, да, на русском. Да, мне все, в принципе, очень нравится. Единственное, что языком немного проблемы. Но, дай бог, в скором времени я буду на казахском разговаривать. А так, спасибо большое вам всем за поддержку. Было безумно приятно. Солай. Қазақша үйренеміз енді, достар. Сіздің сізге сөйлемей жай ғана күлкіңізді салу керек қой. Көріп қойдың ба? Көрмеу керек нәрсені көріп қойдың ба? Көңіл күйіңіз күшті сияқты. Көңіл күйім күшті болыптыр. TikTok түсіріп жатырмын, андай. Негізі Инстаграмда былай сторис түсіремін, а TikTokта ешқашан түсірмегенмін ғой. Түсіріп жатқан жайым бар. Ринат мырза, үйретемін дей ма TikTok түсіруді? Жай, мамыр шындай жасай. Күлкісі қалай екен, Ринат мырза?
бір бұзау сиыр сұрайды күлкісі. Не дейді? бір бұзаулы сиыр сұрайды дейді. Қымбат қой енді, қымбат жағдайда отырмын. Негізі Бір қазы, 5 ет қазы. сиырында қазы Солай. Солай бізде жағдай. Ақеркенің көңіл күйі қалай екен? Сәлеметсіздер ме? Бәріміздің баршамызға. Иә, бүгін жыламайтын шығарсыз енді, иә? Иә, бүгін жыламаймын дешерсіз. Кеше бүкіл эмоцияны шығарып тастадым, бүгін жыламаймын. Қандай не айтасыз бізге? Үміткер күтесіз бе? Иә, Жоқ әлде кеше менің үміткерлерім басқаша түсініп қалмаңдар. Ол просто іштегі обида болды. Бірақ кезінде қатты үміткер күтемін. Мені таңдап келсеңіздер болады. Қандай жігіт күтетін болдыңыз? Қазақи, ұзын болу керек. 170 бір нәрсе болсын керек, адам болу керек, шынайы болу керек. Негізі солтүстіктен болса, вообще күшті болатын еді. Мәссаған, иә, кеше айтқан, иә. Иә, кеше Арыстан деп астын сып тұрып айтқан, естеріңізде болса. Бірақ енді Арыста басқа жігіт болса болатын шығар.